Бауыржан Момышұлы сол соғыс кезеңде адам психологиясы туралы да қатты зерттеген тұлға. Өзінің қалтасында сол бір ақпаратқа күнделікті кішкентай қаламмен өзінің деректерін, өзінің жаңағы ойларын, пікірлерін жазып отырып, ерлік жасаған солдаттар туралы жазған. Яғни адамның бойында батырлық ол табиғаттың сыйы емес дейді. Бұл патриоттық борышыңды орындау үшін өзің қауіпке қарсы саналы түрде зорлап көндірудің нәтижесі. Адам дейді, өзінің батырлығын нағыз соғыста көрсетеді, шайқаста көрсетеді дейді. Кейде мен батырмын деп өмірде айтып жүрген адамдар нағыз өлімге қарсы келген кезде өзінің ездігін көрсетеді. Керісінше үндемей жүріп, қарапайым болып жүрген жұмысшылар, қарапайым шаруалар сол соғыс алаңында нағыз батыр екендігін көрсетіп жатыр деген. Адамдардың болмысына тамаша сипаттама берген. Көз адамның жанының айнасы деп, көзіне қарай отырып, ол адамның ішкі күйін анықтап отырған. Қазір оның бойында үрей бар ма, қорқыныш бар ма, оған дейін анықтап сипаттама беріп отырған. Бауыржан Момышұлы ол нағыз патриот. Ол патриоттық тәрбиеге қатты көңіл бөліп, ол патриоттық тәрбиенің отбасында алатынына ерекше мән берген. Мысалға, оның еңбектерінде тіпті ол соғыс майданда да осы сөздерді терең қолданған. Қазақтың нақыл сөздерін, қазақтың дана сөздерін өзінің солдаттарына қолдана отырып жігер берген. Мысалға, Исламқұлов деген өзінің жаңағы бірге соғыс майдандағы қызмет әріптесі, соғыс майданында бірге шайқасқан жолдасы, кішкене оңымдағы да, сол жағымдағылар да шегініп жатыр, не істеймін деген кезде, ерді намыс өлтіреді, қоянды қамыс өлтіреді деп бір ауыз сөз айтқан кезде, ол бірден түсіндім бауке деп шығып кеткен екен. Сөйтіп шайқасқа, шабуылға шыққан дейді. Ер жігіттің бойындағы батырлық, өжеттілік, қайсар мінездік, сөзінде тұрушылық, ерік жігерлік, ол отбасына келеді деп сипаттама бере отырып, мына бір сөзін айтады. Тексізден тезек артық деп. Яғни текті деп отырғанымыз оның мықтылығы, оның білімдарлығын да айтпайды, оның рухының мықтылығын, сондай бір имандылығын, сондай бір батырлығын, қарапайымдылығын сипаттама беріп өтеді. Тіпті ол осы ұрпақ тәрбиесіне ерекше мән бере отырып, мынандай бір сөздерді айтқан екен. Оттан да қорықпап едім. Қазіргі таңда осы көр соқырлардан қорқам дейді. Ол көр соқырлар табиғатынан, тағдырынан соқырлықты айтпаймын дейді. Тауып алған соқырлықты айтам. Яғни ол адамның бойындағы ездік, жағымпаздық, өтірік, адамды алдап арбаушылықты сипаттама берген. Адамның бойындағы өзінің болмысына ерекше мән берген. Әр адамның өзінің пікірін тыңдай алған. Тіпті Бауыржан Момышұлыға барған интервью алған журналистердің өзі Бауыржанға бару бір үлкен жүрексінген, қатты жүрексінген, қорыққанда десек те болады. Тіпті өздерінің амандасуға дейін мән берген. Бірде Бауыржан Момышұлы бір журналист кіріп, сәлеметсіз бе деген кезде, вон отсюда, кругом марш деп қуып жүрген. Сен қызсың ба, сәлеметсіз бе дейтін, сен еркексің ғой деп. Тағы бір естегенде Әзілхан Нұршайықовтың Ақиқат пен аңыз деген еңбегінде мен оқығаным, есімде қалғаным. Әзілхан Нұршайықов сол барардың алдында бәрі журналистерден сұраған, неге ашуланатынын, не ұнайтынын, өйткені ол талдау жасау керек еді ғой. Сонда жаңағы бірде бір журналист барған кезде амандасып, ассалаумағалейкум деп амандасқаннан кейін бетіне тежірейіп қарап, сұсты болған ғой. Еркексің ба, әйелсің ба деген. Сөйтсе жаңа еркекпін деген. Еркек болсаң неге әйелдің шашындай ұзын шашыңды алып кел деп, кругом марш деп қуып жүрген екен. Содан жаңағы шашын алып, сақадай сай болып, содан кейін барып интервьюіне барған екен. Әзілхан Нұршайықов өзінің деректерінде, еңбектерінде тамаша сипаттама берген. Бауыржан ең алғаш оны қарсы алған кезде, жаңағыдай амандасып қарсы алғаннан кейін әңгімесін бастаған кезде қуанғанын айтқан, мені қабылдады ғой деген секілді.
Сол секілді Бауыржан Момышұлының нақыл сөздері қазіргі таңда ұлт тәрбиесінде, болашақ тәрбиесінде өте маңызды. Бірде Бауыржан Момышұлы ең батыл кім деген кезде қыз деп айтыпты. Бәрі таңғалған ғой, неге қыз деп? Қыз баласы қаншама жыл өзінің елінде жүріп, өзге елге, өз еліне барып, сояқта жаңағыдай енесін сыйлайды, сояқта өмір сүре бастайды. Мен 3 күнде тұрмас едім деген. Нағыз батыр, нағыз батыл ол қыз деп айтқан. Міне тағы да бір Бауыржанның мынандай бір естеліктеріне тоқталып өткім келеді. Нақыл сөздеріне, қанатты сөздеріне тоқталып өткім келеді. Бұл тәлім тәрбиеде ең құнды, керемет қанатты сөздер. Үлкен мән мағына тәрбие жатыр. Адамды бұзатын не деп сұрақ қойыпты. Тағы да сол атақ, ақша, арақ. Осы үшеуі. Төртіншісі әйел демеймін. Алғашқы үшеуінің буына бөртіп, әйелдерді еркектер біз бұзамыз депті. Өз ұлтын сыйламаған оны мақтаныш етпеу сатқындықтың белгісі. Өтіріктің балын жалап тірі өлгенше, шындықтың уын ішіп өлген артық. Ел дегенде езіліп, жұрт дегенде жұмылып қызмет етейік. Қазіргі таңдағы жағдайда осы бәріміз езіле жұмыс жасауымыз керек. Қазіргі жағдайға айтылған сөз қараңыздар, ел дегенде езіліп, жұрт дегенде жұмылып қызмет ет. Арпалысып жүріп алған абырой өмірдің ең шырын рахаты. Сабырлық алдында дұшпаның сасады, сабырсыздан береке қашады. Бақаның бағынан сұңқардың соры артық деді. Міне осындай қанатты сөздері, осындай бір тамаша еңбектері қазіргі ұлт тәрбиесінде өз орнын, өз белесін алып отыр. Сондықтан әрбір тұлға Абай танумен қатар Бауыржан тануды тануымыз керек. Себебі оның әрбір еңбегі ұшқан ұя, оның еңбектері жаңа жүрекпен жырлап толғаймын деген еңбектері, мына қанша томдық, бірнеше томдық еңбектері үлкен тұнып жатқан ілім мен білім, тұнып жатқан педагогика мен психология. Оның өлеңдері өз қандай керемет. Яғни осы адам болмысын тануда, адам психологиясын тануда оның еңбектері ерекше деп тоқталғым келіп отыр. Әсіресе соғыс кезеңде қорқыныш пен үрей психологиясы, адам психологиясына тамаша сипаттама берген. Рахмет, жақсы, сау болыңыздар.